Аяған мен Асылхан ойламаған жерден келе қалады деп күтпеген Хадиша қатты қысылды. Бүк түсіп ұйықтап жатыр екен. Қозғалма, жата бер айналайын деген Аяғанның сөзін тыңдамады, орнынан тұрып кетті. Біз көңіл сұрайын деп қана келіп едік. Қуыс үйден құр шықпа деген мақал бар аға, деп күлді Хадиша. Хадишаның шайын ішпей кетпеймін деп Асылхан аяғын шешіп төрге озды. Босағада тұра бергенді оғаш көріп, Аяған да төрге шықты. Асылхан ұсынған орындыққа жайғасып, үйдің ішіне көз жүгіртті. Шағын ғана бөлме. Мұнтаздай етіп жиналған 3 төсек тұр. Столға крахмалданған ақ жайма жабылған. Терезеге капрон тюль ілініп, гүлді қалың шыттан перде тұтылған. Еденге төсек жапқыш түстес палас төселген. Көзге түсер қиқым жоқ, соншалық таза. 3 төсектің тұсында әртүрлі әшекей. Біреуінің тұсында оюы көздің жауын алардай тұс киіз. Екіншісіне бұлақтан су алып жатқан таулық қыздың бейнесі кескінделген, кілемшеленген. Үшінші төсектің тұсында Айвазовскийдің 9-шы вал деп аталатын полотносының көшірмесі ілінген. Кіреберісте 2 есікті шағын шифонер тұр. Оның артқы жағынан киініп шешінуге арнап қуыс жасаған екен. Ақ материалдан перде тұтып қойыпты. Хадиша сол қуысқа кіріп кеткен. Біраз уақыттан кейін мүлде басқа адам болып қайта шықты. Аяған оған таңырқай қарады. Жұмыс киімімен жүргенде көптің бірі сияқты еді. Мынау мүлде басқа Хадиша. Аз күннің ішінде барлық қызды түстеп танып та үлгерген жоқ. Не жыны барын оларға көз тоқтатып қарауға ұялады. Мына қызды да бүгін төбелестің кезінде көрді. Күндізгі көрген қызы мүлде өзгеріп кеткен. Көйлегін ауыстырып, желкесіне қалай болса солай жинай салған шашын өріп, бұлттан шыққан күндей жарқ еткен қыздың көркі Аяғанның көзін жасқады. Біздің Хадишаны Эрмитажға апарып қою керек, деп күлді Асылхан қыздың көңілін аулап. Қазақтың ұлттық киімін кигізіп, биік тұғырға шығарып, астыңғы жағына орыс, ағылшын, араб, испан, қытай тілінде қазақ қызы Хадиша деп жазып қойса, Эрмитажға келген адам біткен, айналып шықпас еді. Жан жағынан шық-шық еткізіп суретке түсіреді. Содан біздің Хадишаны суреті бүкіл дүние жүзіне тарайды. Біз бір-бір суретін сатып алып, төсегіміздің тұсына іліп қоямыз. Хадишаның аққұба жүзі алабұртып, Аяғанға ұяла қарап әсем жымиды. Мақтағанды қабылдамайтын әйел жоғау деп ойлады жігіт. Ой, мен тұғырға шықпаймын, құлап кетемін, деп күлді қыз. Күлкісі таза сүйкімді. Маған жеке күзетші керек, өзім күзетемін, деп кеудесін қақты Асылхан. Басымда дулыға, үстімде сауыт, аяғымда саптама, сол қолымда қалқан, оң қолымда қайқы қылыш. Сен шыққан тұғырдың түбінде шіреніп тұрамын. Қазақ батыры Асылхан деген табличканы қалқаныңа жапсырып қояды, деп Хадиша сықылықтай күлді. Содан кеш болады. Ел тарап, музей жабылады. Хадиша екеуміз ғана қаламыз. Хадиша, шаршаған шығарсың, жерге түстеймін мен. Жоқ, түспеймін, маған осы жер ұнайды, деп шырылдайды Хадиша, деп Асылхан күлкісін үдетті. Оған Аяған мен Хадиша қосылып, кішкентай бөлменің іші жарасымды күлкіге, шаттыққа толды. Мен қазір келемін, деп Хадиша шәугімді алып сыртқа шығып кетті. Айналайын, әуре болма, деген Аяғанның сөзін тыңдамады. Асылхан тумбочканың үстінде жатқан альбомды алып, сурет қарауға кірісті. Аяған төңірегіне көз жүгіртті. Өз орнын таппады. Бір зат жоқ. Орындықтарды қалың гүлді шұғамен қаптап қойыпты. 3 қыздың үшеуі де аса ұқыпты екен. Аяғанның көзі осы шындыққа анық жетті. Егер үшеуінің бірі салақ болса, бөлме мұншалық мұнтаздай таза тұрмас еді. Аяғанның көзі пердесі жартылай жабылған шифонердің артындағы қуысқа түсті. Қабырғаға әртүрлі журналдардан қиып алған суреттер жапсырылыпты. Көп суреттің ішінен Ермек, Олжас, Асанәлі үшеуін таныды. Соған қарағанда қыздардың біреуі өнерге жақын сияқты. Аяған студенттік өмірін есіне түсірді. Әңгередей үлкен бөлмеде 8 адам тұрушы еді. Бөлме апталып, тіпті айлап жуылмайтын.
Шеттерінен сері данышпан ұл балалар тым салақ болатын, біріне-бірі сілтеп жүре беретінді. Іштеріндегі ересек Әбілжан күңкілдеп сөйлеп бөлменің қоқысын шығарып, еденін жуып тұрушы еді. Әбілжаннан басқасының төсегі дұрыс жиналмайтын. Қуантай есімді жігіт кірлеген іш киімдерін илектеп матрастың астына тастай салатын. Бір-екі апта болған соң әлгілерін жумай киіп алатын. Ауыл баласының аузы сасық деген рас. Соғыс уақытында және одан кейін туып, там үйде құрым киіздің үстінде аш-жалаңаш жүріп өскен ұрпақ үшін тазалық пен тәртіп ең негізгі мәселе еместі. Қазақстанның әр түкпірінде туып, Алматыға келіп табысқан боз балалардың арасында мүлде айырмашылық жоқ еді. Айырмашылық әкелі және әкесіз өскен, жаратушыларының кім екенін білмейтін балалардың арасында болатынын Аяған сол кезде сезген. Әкелерінің кім екенін білмейтін балалар жатқан жұмбақ еді. Жұрттан жасырғаны ойда жоқта ашылып қалатындай ешкімге қосылмай саяқ жүретін сол балалар басқаларға күдікпен қарайтын. Олардың осы бір ерекшелігі туралы Аяған сан рет ойланды. Себебін таба алмады. Шәугімін көтеріп, Хадиша қайтып оралды да шәйнекке шәй демдеді. Көзді ашып жұмғанша дастархан жасады. Қимылы соншалық ширақ, үй шаруасына әбден ысылғаны байқалып тұр. Аяғанның келгеніне қуанып жүрген тәрізді. Ұрлана қарап, жымиып күліп қояды. Қыздарың қайда кеткен, Хадиша? Бізді көріп тығылып қалған шығар, деп күлді Асылхан. Сенің келетініңді білсе, Сәуле барлық жұмысын тастап, сыланып, сипанып, тапжылмай отырар еді. Әттең білмей қарап асты ғой. Сенің осында отырғаныңды естісе, Пугачеваның концертін тастап шауып келер еді. Сен неге бармадың, Хадиша? Деп сұрады Аяған. Бұл қыз біздің келетінімізді сезген ғой, сірә. Жағдайым болмады, аға, деп күрсінді қыз. Қабағы тұнжырап көзіне мұң ұялады. Күні бойы орнымнан тұра алмай жаттым. Дәрігер шақырдым. Бекер араластың-ау, айналайын-ай. Аяған қынжыла сөйлеп, кінәлі адамдай жанарымен жер шұқыды. Бірер күн үйде жатып емделгенің, тексерілгенің дұрыс. Ертең дәрігерге барамын, бюллетень беретін шығар, шәй алыңыздар. Біздің Хадишаның жұдырығынан кейін ол есеңгіреп, ес жинай алмай қалды, деп күлді Асылхан әзілге шаптырып. Әйтпегенде омадай болған Геркулес маған әл бермес еді. Беті бет емес тас екен, қолым ауырып қалыпты, деді Хадиша сықылықтай күліп. Аяғанның бетіне жалт қарады. Екеуінің көзі тоқайласты. Қыздың жаудыраған жанары өзіне асқан мейіріммен тесілген жігіт назарына шыдамай жалтарып қашты. Аяқ астынан пайда болған батылдығына қайран қалған Аяған екі беті ду ете түсті. Көз қиығын Асылханға тастаған. Ол ештеңе аңғармаған сияқты. Мені Геркулестің шеңгелінен құтқарып қалған Хадиша қарындасыма өмір бойы қарыздармын, деді Аяған қызға тік қарап. Әдепкідей емес, бойы үйреніп қалыпты. Бұл жолы қысылып қызарған жоқ. Хадиша жымиып күлді. Қазақтың қызына тән ибалыққа бағып, жігітке назар салмады. Бетінің ұшына сұйқылтау ғана қызыл жүгірді. Борбиған денесі болмаса, өзі өлі сүйек неме екен, деді Асылхан, сүт қатқан қызыл күрең шайды рахаттана сораптап отырып. Шындап кетсе, біздің Хадишаның өзі-ақ ұрып шығады екен. Түрі жаман кәпірдің. Ой, қорқамын одан, ой, деді қыз екі қолын кеудесіне жинап, бас шайқап бүрісе түсті. Аяған оған тағы да қарады. Мына қылығына өзі де түсін алмай дал болып отыр. Неге қарай береді? Қыз сиқырлы күлкісімен көңілін арбап алған сияқты ма, қалай? Еспек деген жолдасым болушы еді, деді Аяған студент кезіндегі бір жағдай есіне түсіп. 3-ші курсты бітірген жылы бізді Еңбекші Қазақ ауданына жұмысқа алып барды. Заң факультетінің студенттері жүзім жинап жүр екен. Оларға біз қосылдық. Біздің Еспек қарап жүрмей заң факультетінің бір қызын ұнатып қалыпты. Шаршы бойлы, жүдеулеу келген қараторы қыз еді. Өзі соншалық ұяң, бір ауыз сөзді қиналып әрең айтатын, тесіліп қарасаң қызарып кететін. Еспекпен сөйлесу қайда, оның қарасын көрсе қоянның көжегіндей бір уыс болып бүрісіп, есі шығып кетуші еді бейшараның. Содан не керек?
Біраз әуреге түсіп жүріп, көп болып көмектесіп, екеуін табыстырдық. Екеуі оңашалана беретін әдет тапқан. Біз оларға кедергі жасамауға тырысатынбыз. Бір күні тас қараңғыда қыдырып жүрген екеуін 5-6 жігіт қоршап алыпты. Әлгілер сол маңайда тұратын түріктің жігіттері екен. Еспектің есі шығып кеткен. «Қызыңды таста да кете бер», деді әлгілер. «Ағатайлар-ау, үйленейін деп жүр едік», деді Еспек жалынып. «Үйленуге үлгересің, ал қазір қайқай батыр», деп біреуі Есекеңді майлы құйрықтан тебеді. Сол сәтте әлгі жалпасынан түсіпті. Көзді ашып жұмғанша екіншісі шалқасынан құлапты. Тұра ұмтылған екі түрік жігітін адамның бетіне тура қарамайтын ұялшақ қыз бір-бір ұрып сұлатыпты. Қалғандары алды-артына қарамай тым-тырақай қашыпты. «Жарайсың, Азамат», деп дауыстап жіберді Асылхан. «Ондайларға сол керек». Содан кейін-ақ Еспек пен қыздың арасы алшақтай бастады. Ақыры қыз басқа жігітке тұрмысқа шығып кетті. «Қыздан қорқып қалған ғой бейшара», деп кекете мырс күлді Асылхан. «Біздің Хадиша ондай жігіт сымақты жанына жолатпайды». Шай ішіліп болды. «Мен айт» деп сұранып тұрған әңгіме де қалмаған сияқты. Қайту керектігін түсінгенмен, негізгі сөзі айтылмай қалғандай аяған жіпсіз байланып отыр. Ескіре бастаған таныс сезімнің арбауына түсіп, бөтен бір күй еркін билеп алған. Хадишаға көз тоқтатып қарағысы, жүрекке жайлы жылы-жылы сөздер айтқысы келетін тәрізді ме қалай? Неге бұлай? Бұл ненің желігі? Түсіне алмай дал. Бұл бәлкім өзін Геркулестің шеңгелінен арашалап алған қызға деген алғысты көңілінің ілтипаты шығар. Әлде қазақтың қарғадай қызының ер адамның тәуекелі жете бермейтін ерлігіне, азаматтық болмысына деген ризалық көңілдің сүйіспеншілігі мекен? Ойы онға, санасы санға бөлініп отырған аяған дәл қазір тойымсыз көңілді арбап алған желіктің себебін түсінетіндей халде емес еді. Көзі анық жеткен ақиқат, күнде көріп жүрсе де, көз тоқтатып, көңіл бөлмеген кішкентай ғана қызға ақыл көзімен қарап, дұрыстап танығандай болды. «Ал айналайын, біз қайтайық», деді аяған қыздың күлімдеген көзіне сәл салып қарап. Қулығы өтірігі жоқ момақан көз оған соншалық таныс сияқты болып көрінді. «Апырау, бұрын қайдан көріп едім?» ойланды, бірақ есіне түсіре алмады. Хадишаның қолын алып, еңкейіп ернін тигізген. Мұндайды күтпеген қыз шоқ қарығандай селк етіп қолын тартып алды да, онысына өзі қысылғандай басын оңға бұрып сықылықтап күліп жіберді. Аяған сияқты Асылхан да қыздың қолын сүйді. Бұл жолы Хадиша қолын тартып алған жоқ. Екінші қолмен еңкейіп тұрған жігіттің төбесінен сұқ саусағымен нұқып жіберді. «Ойбай, төбемді оясың!» Хадиша есіктен шығып бара жатқан аяғанға жаутаңдай қарап сықылықтай күлді. Екеуінің сыбырласып айтатын әңгімесін барын сезіп, Асылханды күтпестен шығар есікке беттеді. Соңында әлденесі ұмыт қалғандай әсерде елегізіп барады. Бетінен иманы тамған ибалы бала екен. Бағы жанып оқуға түссе талай жігіт соңынан сүмеңдер еді-ау, деген ой келді аяғанға. Не жөнді білімі, не көз арбар көркі жоқ кейбір қыз жолы оңғарылып оқуға түсіп кетеді. Сонан кейінгі өмірі жәрмеңкедегідей думан сайранға ұласады. Хадиша сияқты қыздардың жолын қырсық кесіп, түкке тұрмайтын мінайы себептердің кесірінен бағы ашылмай сорлап жүретінін ойлап, аяғанның көңілі құлазыды. Бет қаратпайтын адуын қайсар болғанмен, адамның да тауы шағылып, тауаны қайтады. Енді бір-екі талпыныстан кейін оқуға іліне алмаса, Хадишаның шаршап келер күндерінің қызығынан күдер үзері белгілі. Осы тіршілігіне үйренеді. Құлазыған ашқарақ көңілге басқа жұбаныш іздейді. Сөйтіп жүріп, бір жаманның қақпанына түсіп тынады. Осылай ойлаған аяғанның жүрегін балы тамған жас қамыстай солқылдаған жас қызға деген аяушылық сезімі шағып алды. «Әй, бақыттың көзі соқырау, кімнің маңдайына қонуды білмейді», деп күбірледі төменгі қабатқа түсіп бара жатып.
қыздың қадір қасиетін білер, есті адамға кездессе бағы жанып дегеніне жетер. Шілдесінде шырақ көрмеген тасмаңдайға тап болса мұз арқалап күл төгер. Әй, бірақ адамның қадір қашып, құны түскен мына заманда қыздың бағасын біліп ардақтар азамат аз-ау.